Баффорд жүзуді ұнататын. Ол өз мекеніне көз тастағанда шеті мен шегі жоқ жылы мұхитты көретін. Сіз шынымен де түсінген жоқсыз ба? Қысқасын айтқанда, әлде бір тоғанда көзі бадырайған бір семіз бақа өмір сүріпті. Баффорд өзіне ешкімнің көңіл бөлмейтінін білгендіктен, ол үнемі жағада көгеріп жатқан балдырларда, суы сая жерде тығылып жататын. Бірақ әлдекім туғанға жақындай қалса, Баффорд бақ етіп үркіп, судың түбіне дейін сүңгіп кетеді. Себебі бір пәлеге тап болмайын, ешкім байқап қоймасын деген үреймен жүретін. Көрдің бе, оның қандай қорқақ екенін? Қорқуының себебі мынау. Баффордтың ойынша, өзінің сұлу жасыл денесін бұзып тұрған, әрі көзге сүйелдей көрінетін қара қалдарынан ұялуы. Айналадағы бақалар Баффордпен араласпайтын, әрі оның өзі де олардың тобына қосылмайтын. Баффорд өз-өзіне сүйкімсіз, ақымақ, семіз әрі ұнамсыз көрінетін. Кейде ол өзіне пәлсапашыдай сұрақтар қойып толғанатын. Осы менің есім ауысқан емес пе? Өзге бақалар мәз-мейрам болып, алаңсыз секіріп, көңіл көтеріп жүргенде, менің отырысым мынау сасыған жасыл балдырлар арасында. Бейшара Баффорд. Бақалардың ішінде тек оның ғана досы болмады. Бақалардың ішінде жалғыз ғана оның жолы болмады. Сәулесін жерге шашып тұрған жайма-шуақ күндері Баффорд бар күш қайратын жинап, бір төбешіктің үстіне шығып, көзін аспанға қадап, күн ыстығына қыздырынып жататын. Әрине, ол ұзақ уақыт қыздырынып жата алмайды, себебі оның терісі кеуіп, сынып қалуы мүмкін. Әрі қалдары да одан сайын қоюланып, ұсқынсыз көрінуі мүмкін. Фу, күйген бақа, бірақ бәрібірде кейде күнге қыздырынып жату неткен тамаша десеңші. Жаздың осындай тамаша бір күнінде Баффорд үлкен жапырақтың үстінде созылып жатты. Күнге қызған денесі еріп кеткендей тіпті маужырай бастады. Кенеттен жақындап келе жатқан дыбыс Баффордтың құлағына жетті. Ол дыбыс шыққан жаққа енжар көз тастады. Сол сәтте оның кішкене жүрегі кенеттен үлкейіп кеткендей, кеудесіне сыймай бара жатты. Оған бір сұлу қыз қадала қарап тұрды. Бұрын соңды оның бақырайған көздері осындай әсем жаратылысты көрмеген еді. Оның сұлулығын көрген Баффорд жапыраққа жабысқан күйі қалды. Сонда бұлақтың сыңғырындай бір дауыс шығып, «Сәлем, сенің есімің кім?» деді. Таңырқанған Баффорд сөз таба алмады, яғни бақ-бақ ете алмады. «Қане, дос боламыз ба?» деп сұрады сұлу қыз, Баффордтың жанына жақындай түсіп. Әрине, Баффорд қашып кете алар еді, бірақ ол өзі отырған жапыраққа қағылып қойғандай қатып қалған еді. Сұлу қыз оны қолына алып, көзіне жақындатты. Бұл нағыз ханшайымның өзі екеніне Баффорд ант беруге дайын болды. «Иә, бұл шынымен де ханшайым еді. Сені сүйіп алғанымды қалайсың ба?» деп сұрады қыз. Сөйтіп жауапты күтпестен, оның мұрнының үстіне еріндерін тигізді. Баффордтың төбесі көкке жетті. Қыз оны ақырын қайта орнына қойғанда, Баффорд ескі әдетіне салып, қыздың қолынан ытылып шығып, күмп етіп су түбіне сүңгіп кетті. Бірақ су бетіне қайта қалықтап шыққанында, ол әуендей шыққан қыздың дауысын естіді. «Ертеңге дейін досым, сау бол!» Алғашқы кезде Баффордтың қобалжығаны соншалықты, ертеңгі күнге дейін өмір сүре алатынына күмәндана бастады. Алайда оның өр көкіректігі, немқұрайдылығы басым болды. Осы сұлу қыз қайдағы бір ұсқынсыз бақа үшін ертең осында қайтып келеді дейсің бе? Алайда сол бір ару қыз өз сөзінде тұра алды. Ол келді, күнде келіп, Баффордты сүйіп, жылы сөздер айтып жүрді. Баффорд өзгере бастады. Арудың арбауы өмірін толығымен қайта жаңартқанын Баффорд түсінбеді. Өйткені ханшайымның сүйіспеншілігі Баффордты күн сайын өзгертіп отыр. Енді ол бойын тік ұстап, жиі-жиі төрт аяқтап секіретін болды. Оның бетін қоңыр түсті үлкен қалдар енді бұзбайтын болды. Баффорд ескі қылықтармен қош айтысып, тамаша ханзадаға айналды. Мүмкін сен де Баффорд сияқты өзіңді лайық көрмейтін шығарсың. Тіпті Баффорд өз денесіндегі қара дақтардан ұялғандай, сен де өз өміріңдегі қара дақтардан ұялатын шығарсың. Бірақ мынаны біл, біздің қара дақтарымыз Құдайдың бізге деген рақымын жоя алмайды. Тіпті ол миллиондаған дақ болса да.